Қазақстан орыс тілі, екі мемлекет. Емес біз Қазақстанда десе. Емес сонда өзінше қаншама заңсыздықтардың бәрі уже әшкереленді. Құдай. Өтірік айтып, мектепке жұмысқа алғаны бәрі белгілі болып. Иә. Жұмысқа алғандардың Алғандардың заңсыздық екен мектеп. Басқа бола ма? Қанша минутқа үзіліс? Не болды? Испытательный Міне айтқан жігіт бізде дейді. мектепке қалай сендер балаларға сұрақ беріп жүрсіңдер, а? Қандай қазақсың сен осылай? Міне ұятсыздар. Балалар оқып жатқан балаларды алып кетіп. Міне қалай Директор өзі заң білмей, екі тіл деп тұр мемлекеттің. Бұл балаларға қандай білім береді? Ал міне мектеп. Мына жаңа не дейді? Жекеменшік мектептерге балаларыңызды беріңіздер мынадан кейін енді. Жекеменшік мектепте мемлекет ақша бөліп отыр. Кім келеді? Иә. Мәке, қысқаша адвокат ретінде не сот процесі не туралы болып жатыр, не болды бүгін? Заңсыз шығара салады. Сот процесі еңбек шартын бұзуының заңсыздығы қаралып жатыр. Мына кісімен еңбек шартын бұзып жүрген ешбір заңды реттілігін сақтамаған, хабарлама бермеген. Қалады да енді жеке менің мектебім десем оны өзім білем дегенде келтірген ғой. Бірақ жеке мектеп болса да Қазақстанда барлық жеке мектептерге заң жүреді. Және бұдан бөлек бұлар мектептер, жеке меншік мектептер мемлекеттен есебінен қаражат алып отыр. Сондықтан олар заңға тікелей бағыну керек. Қазір мысалға оқу ағарту министрлігі Жұлдыз Сүлейменова айтып жатыр ғой. Жеке мектептердің бәрін тексеру. Дұрыс айтты. Себебі бұл осы істің аясында қаншама былық ашылып жатыр. Мектеп директоры қазір сот барысында бізде Қазақстанда екі мемлекеттік тіл бар деп айтып отыр. Енді қалғанынан не айтасыз оны? Екі мемлекеттік тіл бар деп. Міне барлығы куә. Біз конституцияны мынау қорадағы адам мен баламен талқылап жатырмыз қазір тіл үшін. Сонда лауазымды мектеп биліктен ақша алып отқан жоғарғы мемлекеттен алып отқан адамның мектеп директоры заң білмейді, балаларды сонда неге оқытады деген сөз ғой бұл. Міне осындай. Екі мемлекеттік тіл бар деп мақтайды. Орике, желтоқсан жерінде енді сол бір процестен басынан бастап олар не туралы енді жаңа адвокат қысқаша түсіндірді ғой. Мен енді бірінші процесіне қатысуым, енді бұл жерде біріншіден мемлекеттік тілді менсінбей тұрғаны нақты көрсетіп отыр. Қазақтың осындай азаматтары көрсең көз толтыратын осындай азаматтардың жаңағы тілді меңгермегеннің сыртында менсінбей отырғаны білініп отыр. Екі мемлекеттік тіл бар деп нақты айтты. Директор айтты. Жаңағындай бұл мен түсінгенім бұл кісілердің заңгерлері онлайн режимде қатысып отырды. Қасындағысы түсінгенім мектеп директоры менен завуч ғой деймін жаңағы қазақ жігіт сөйлеп отырғанда мектеп директоры бұл жаңағы тіл туралы неге мені жаңағы ескертуіме талап беруші жағындағы адвокат қорғаушы нақты сұрақ қойды, екі-үш рет. Жаңағы мынау тілде тек қана орыс тілінде толтырған. Ал құқығы договор ғой деймін, жұмысқа алу. Енді мен алысырақ отырдым. Сонда екі рет жауап бердім, үшінші рет нақтылап айтқанда бізде екі мемлекеттің тілі бар бұл жерде. Мемлекеттікте зал шу ете қалды, желтоқсандықтар. Сол кезде ол ешқандай кешірімсіз сол өз тұжырымында кетті. Жаңағы адвокаттың өзі айтып отыр ғой, орысша айтайын, қазақша орыс мектебінде оқыған едім деп қорғаушысы да жаңағы онлайн қатысып отырғанында айтып еді. Екінші тараптағы адвокат дұрыс замечание айтты. Аударма шалыңыз сонда деген. Оған жаңағындай тілге ешқандай жанашыр жоқ мектеп екенін білініп тұр. Бұл сырт көзге көрініп тұрды. Біз қатысушы ретінде біз ешқандай ешқандай сөз в виде реплики айта алмаймыз, бірақ жағамызды ұстап отырдық.
мынандай мектептің қазақ желтоқсанның 40 жылдығына 40 жыл бұрын 86 жылы осы тіл деп шыққан бізге өте ауыр тиді бұл. Бүгін Мынандай мектептің директоры 2 мемлекеттік тіл бар бізде деп осындай айтқаны, ол енді жазбаша түрде жазылып отыр, жаңағы сот процесі. Бұны осыған лауазым беріп отырған азаматтарға ойлану керек деп ойлаймын мен. Өйткені біздің келер ұрпағымыз, балаларымыз мына мемлекеттің егемендігін қорғайтын балаларымыз қандай мектептерде білім алып жатырмыз. Бұны көрген мен өзім мектеп директорым бүгінгі дейін тұлға ретінде сыйлаймын. Өйткені осы елім жерім деген азаматтарды шығарған мектеп директорлар ол кездегі. Бүгінгі күндегі егемендік алғаннан кейінгі 35 жылдан кейін міне аманшылық болсын. Осындай әлі ортамызда осындай директорлардың бар екен. Тек жаңағы сот процесінде белгілі тұр. Тек мына кісінің орыс тілінде жаңа бермеген, жүргізбеген жұмыс үшін қудаланып отырған нақты білініп тұр. Өте жаңағы айтып отыр. Жаңағы орыс мұғалім жаңағыда келіп, жаңағы столын тоқпақтап, неге сен осы тілде сөйлейсің, мен түсінбеймін, білмеймін дегенді айтып отыр. Олар мойындап отыр оны. Оның өзінде ол неге қазақ тілінде сөйлейсің деген? Неге қазақша бересің? Мен оны орысша білмеймін, түсінбеймін. Кәдімгідей намысын таптаған ғой, не ғой? Сонан кейін бұның осы замечаниеден кейін жаңағы бірнеше мектеп мұғалімдері бұл кісіге замечание жасаған. Бұл белгілі ғой, енді мектеп өзіңіз білесіз. Содан кейін директорге қарсы шықпас үшін. Ескерту сонда не, орысша білмедің деген үшін ескерту алған ба? Орысша жүргізбеген үшін. Жүргізбеген үшін. Бұл кісі айтқан, басында жұмысқа алғанда айтқан екен. Мен енді орысшам еңбек шартында жаңағы айтқан, ол мен қазақ тілде ештеңе жоқ деп алынған. Бірақ жаңағы бір айдан кейін жоқ, психолог. Психолог ба? Бірақ оның сыртында жаңағы бір жаңағы зауыш сияқты бір несін жоқ, зауыш ретінде қосымша жұмыс атқарған екен. Тағы да. Сонда жаңағы орыс мұғалім келіп осындай замечание отырған едім дейді. Жаңағы столымды 2-3 рет тұрып, сен неге қазақ тілде бересің? Мен орыспын, біле тұрып әдейі істеп отырсың ба деген сияқты қылып. Мен түсінбейді екенмін қазақ тілін деп айтқаны болған. Ешқандай мектеп зіл салып айтқан. Мен қазақша түсінбеймін. Маған орысша айт деп зіл салып айтқан. Содан барып кеткен. Бұл жердегі соттың заңсыздығының бәрін қорғаушы Мерман мырзаға мен риза болдым. Қаншама нақты баптарымен, тармақтарменен қаншама заңсыздықтың болған мектептің ашкерлеп айтып берді. Көптеген сұрақтарына мектеп жағында жаңағы орынбасарлары жауап бере алмады. Бұл жерде көптеген заңсыздықтар тұр, беттерін айтылды. Бұл деген қазақ еліндегі ана тілімізді қорлау ғой. Мектептегілер тоже қол қояды. Жұмыстан айырылғанlar. Ана жерге мұғалімдер қол қойып кредит көп береді. Үзіліс па, бұл қандай шешім шығарылды сонда? Бұл енді бұл жерде жаңағындай айтылды. Бұл осы кісі судья мырза өте жақсы жүргізді. Мен де риза болып отырмын. Өте қазақша жақсы сөйлейтін кісі екен, түсініп отыр. Енді жердің қай жақтан соғып тұрғанын біліп тұр деп ойлаймын. Судья мырза соған сондай замечаниелер, жаңағы ескертулер неғып жасалынбаған деп істі дұрыс таза айта бастап еді. Екінші жақ сенімсіздік таныту туралы бұл кісіге арыз жазамыз деп жүктелді. Сондықтан тоқтады. Сондықтан үзіліс жарияланды. Дұрыс қашан деді, бірақ әскерлердің конкретті. Сот деген нәрсені бұлар жазбаша береді. Соны қарайды, төраға қарайды. Тағы бір екі күнге кетуі мүмкін. Қанағаттандырмайды, ол қанағаттарға қатысы жоқ. Қазіргі таңда оған келтірген жоқ. Маған сен ұнамай берді деп қарсы білдіре алады. Қарағаннан сот жалғастырады. Мен айтамын, ана 18 мұғалім қол қой дейді. Олар неге қол қояды?
Жұмыстан айырылғандар келмейді. Барлық кредитта. Ал сен Марқұмға рахмет айтамын қолдауларыңызға. Бұл Кел, енді жоқ. жеке бір адамның қолдауы емес, бүкіл тілдің қолдауы өздеріңіз естідік. екі мемлекет деген сөз. Қазақстан екі мемлекет. Мектептің мұғалімі айтатын сөз. Директор соны айтып тұр. тікелей эфир бере аласыз ба интервью? Ортаға тұр. Жоқ, оларға болмайды, керек емес. Балам түсесіз. Қорқпа. 86-та біз 20 жасымызда шыққанбыз. Міне көрдің бе біздің Естіп тұрсың ба? Қайта бүгін дүгел жұмыста болып келе алмай қалды. бір екі деп айта қойшы әке. Айта ғой. Все, біләш, Мынаған түсірші. 500 адам, 1000 адам жиыламыз біз бұйырса. Керек болса. жоқ, енді масқара. Ал сұрақ алыңдаршы, мен келе түсірсін. Ой, түсіріп алды ғой, жібереді ғой. Жоқ, ағылаңыз мен түсірдік. Бұл жарайды біреу болды емес па? Түсіре салсын да бір рет. Олмаса жерге Сонымен не, сол жағыма, менің алына, сол жағыма. Сен екі қорғаушыны алшы. Иә. Желтоқсандықтар. Бірақ желтоқсандықтардан қорықпаңыз жаңағында енді біз ол жағына бармаймыз. Біз бұл жағында жүреміз. Бұл жағында, қазақтың Әділет жағында. Мәземі бар ғой, мен риза болған Мейірман. Бәрін бұтыстарын жап, беттерін айтқанда риза болдым ғой. Ятай. Ежіктеп тұр ғой. Мәке сонымен қай күнге қалғаны белгісіз да, айтылған жоқ. Міне бүгінгі көрдіңіздер. Иә, лайктарыңызды аямаңыздар. Бүгін міне сот процесі. Мұғалімді орыс тілінде түсініктеме жаса деген үшін ол кісі айтқан, мен қазақ тілді мұғаліммін, қазақ тілі түсіндірме, сол үшін жұмыстан шығарды. Бірақ міне бүгін сот процесі үзілді, белгісіз. Қай күнде қашан жалғасатын енді жақын арада айтылар. Міне жаңа адвокаттың өзінде есіңдер, Мейірман деген қазақ тілін қорғап жүрген адвокат түсініктемелі. Не айтылғанда екі жақта спорный вопрос болды. Заңсыз жолдан шығарылған, екі жақта спорный вопрос. Олардың заңсыздықтарын Мейірман дегеннің қисынға айтты. Соған да жауап беремін. Қызым сабағанға жұмыс қалғандар өзді. Қызықтар кетем ялатам. Иә, енді айгүл, мен атым Ақмарал, 70-ші мектепке келетін. Жаңа үлгере алмай қалдым. Қайда? Келгенде қалдық. Қайда шат? Болды енді түсіріп болды. Болды, хватит. Үндемесеш. Сонымен міне бүгінгі сот процесі бітті. Енді қай уақытта, қашанға дейін болатыны белгілі болады. Ертеңдер хабарлап айтар. Өйткені бұл жерде басты мәселе тілге кеп тірелді. Мемлекеттік тілге. Давай. Көрдің ба қандай машинасын дейді. Соны бүгінгі тікелей эфирімізді аяқтаймын. Бірақ ертеңге қай күні болатын сот процесі тағы да айтылар. Сол кезде білерміз қашанда. Келген бүгінгі қолдап келген желтоқсан күрескерлері, қоғам белсенділері болды. Сен қайда шығасың, жүрмейсің? Сен мен ана көше қотқа бармайсың ба? Біздің не істеп келатып, Сондықтан енді басты мәселе бұл жерде тағы да тілге кеп тірелді. Бұл енді сот процесі қалай болады, қашан бітеді. Енді ертең одан арғы күн болсын енді хабарландыру береміз деп айтты дейді.
Өйткені бас сезеп қалай болатынын келесі сот процесінде айтылатын шығар енді. Осыны тікелей эфирінде аяқтаймын.